әділқазылар және сайысқа қатысушылар. Мен Қапан Медина Серікқызы, Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты 7 сынып оқушысы. Бүгін сіздерге пластик бөтелкеден жасалған автоматты суару жүйесі атты өзімнің технологиялық жұмысымды таныстырғалы отырмын. Бұл жобаның негізгі мақсаты өсімдіктерді автоматты түрде суару әдісін көрсету. Сондай-ақ суды үнемдеу және өсімдік күтімін жеңілдету болып табылады. Қазіргі таңда адамдардың уақыты әрқашан жеткілікті бола бермейді. Кейде гүлдерді уақытында суармай қаламыз. Соның нәтижесінде өсімдік қурап кетуі мүмкін. Осы мәселені шешу үшін маған қарапайым әрі тиімді жүйе жасау ұйғардым. Жобаны жасау үшін маған пластик бөтелке, қайшы, жіп, топырақ, өсімдік және су қажет болды. Барлық материалдар қолжетімді және арзан. Ең алдымен мен бөтелкені екіге бөлдім. Төменгі бөлігіне су құйдым. Бұл су резервуары болды. Содан кейін жіпті бөтелкенің қақпағынан өткізіп, оның бір бұрышын суға, ал екінші ұшын топыраққа орналастырдым. Келесі қадамда жоғарғы бөлікке топырақ салып өсімдікті отырғыздым. Одан кейін осы бөлікті төңкеріп, су бар бөлікке қойдым. Бұл жүйе фитиль әдісімен жұмыс істейді. Яғни, жіп арқылы су жоғары көтеріліп, топырақты біртіндеп ылғалдандырады. Өсімдік өзіне қажетті суды өзі алады. Бұл жобада қаншама артықшылық бар. 7 сыныпта біз биология пәнінен өтетіндігінен мен бұл жобаның қарапайымдылығына, қолжетімділігіне және оқушылардың арасында тез әрі нәтижелілігіне мән беріп жасадым. Жобада қарастырылып жатқан материалдар суару жүйесіне арналған. Бұл технологиялар өте қарапайым әрі оқушылар арасында да ұзақ уақыт алмайтын, қолда бар, күнделікті тұрмыста қолданылатын заттар. Бұл жобаның артықшылығы сонда. Біз қазіргі таңда биология пәнінен 7 сынып оқушылары 58-ші тақырып өсімдіктердің өсуі туралы өтіп жатырмыз. Және бұл тақырыпты зерттеу мақсатында мен осы жобаны жасадым. Яғни, кез келген мен секілді оқушылар қолжетімді материалдан жасай алады. Бұл құрылғы үйде, мектепте, балконда немесе кеңседе қолдануға болады. Қорытындылай келе, менің жобам қарапайым, пайдалы және тиімді шешім. Осындай әдіс арқылы біз өсімдіктерді оңай күтіп, табиғатты қорғауға да өз үлесімізді қоса аламыз.